Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода шпинатный трайфлдың рецептісімен бөлісемін. Дастарханда өте әдемі көрінетін десерттердің бірі және өте дәмді шығады. Десерттің аты айтып тұрғандай, әрине бізге бұл десертті дайындауға шпинат қажет. Жуып тазаланған шпинаттың үстіне сұйық майымызды құйып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Міне блендерден өткізген шпинатым дайын болды, бөлек бір ыдысқа салып қойдым. Енді құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз, яғни ұнға қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Осы рецептен 12 трайфл дайындауға болады. Ыдысымызға жұмыртқамызды шағып, қантымызды бірден үстіне саламыз да миксердің көмегімен араластырамыз. Массамыздың көлемі 2 есеге дейін ұлғайып, ағарғанша миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз және жылдамдықты арттыра береміз. Шпинаттың үстіне 2 ас қасық қамырымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізге шпинаттың қамырмен толық араласуына көмектеседі. Осыдан кейін шпинат қосылған массамызды қамырымызға толығымен салып, күрекшенің көмегімен араластырамыз. Қамыр мен шпинат толық араласып болғаннан кейін ұнымызды 2 бөліп араластырамыз. Күрекшенің көмегімен араластырған кезде жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Біздің бисквитіміздің қамыры дайын болды. Енді осыны противеньге пергамент қағазын төсей отырып пісіріп аламыз. 180 градуста 5-6 минутта пісіп шығады. Пісіп дайын болған трайфлдың бисквитін блендердің көмегімен үгітеміз. Енді трайфлымызға крем дайындаймыз. Ол үшін сливкеге қантты қосып, қант ерігенше миксердің көмегімен араластырамыз. Қант толығымен ерігеннен кейін творожный сырымызды салып, креміміз қоюланғанша миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Креміміз дайын болды, енді трайфлымызды жинаймыз. Кезегімен жинап отырамыз. Әрбір стаканға 1,5 ас қасықтан бисквитімізді саламыз және үстіне кремімізді құямыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай бисквит пен кремді кезекпен кезек салып отырамыз. Осы рецептпен 12 трайфл дайындауға болады, ешқандай салмасыз. Егер де салма жасаймын десеңіз, онда шпинат малинамен және клубникамен өте керемет үйлеседі. Яғни малиновый соус немесе клубничный соус дайындасаңыз болады. Мен тек трайфлдың бетін тегістеп қана қойдым. Егерде бетін әсемдеп үстіне клубника немесе малина қоятын болсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Өзіңізбен бірге қонаққа да апарып сыйға тартуға болатын десерттердің бірі. Жасап көріңіздер, рецепті ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басыңыздар және кез келген комментарий қалдырыңыздар.